Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен? Даналық сөздер арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі топтамамызды бастайық. Бір кездері өзіңіз көмек көрсеткен адамнан гөрі, сізге көмектескен адам басыңызға іс түссе, тағы да көмекке келеді. Өзгеге жасаған жақсылығыңыз, өзіңізге жасаған жақсылығыңыз. Адамдар тамақ дайындауды үйренгеннен бастап, табиғат құбылысына бағынбай, одан 2 есе көп тамақтануды шығарды. Сені өзінен басқа кім көбірек алдады? Еріншек адам оңай істің өзін қиынға санап, оны істемеудің жолдарын іздейді. Ақша барлық нәрсені істейді деген адамның өзі ақша үшін барлығына бара алады. Бүгін істеп тастауға болатын істі ертеңге қалдырма. Ұйқым тыныш болсын десең, арын таза болсын. Мына 3 нәрсені істеу өте қиын: болатты сындыру, алмазды ұсақтау және өзіңді түсіну. Тыйым салынған нәрсемен айналыссан, өзіне ұнамайтын нәрсеге де шыдамды бол. Керек кезде айтқан ақылынды тыңдамаған адамға көмектесуге болмайды. Ең үлкен шипа демалыс пен ұстамдылық. 5-6 тиындық жеңілдікке бола көптеген адам банкротқа ұшырады. 3 адамның біреуі сыр сақтай алады, тек олардың 2-і өлген болуы керек. Ақмақтың үнін өшіру үшін алқымнан алу әдепсіздік, ал оның сандырағын соңына дейін жалғастыруға уақыт беру нағыз қатыгездік. Махаббатсыз неке, некесіз махаббатқа толы болады. 2 адамның арасына ұрыс, отын жаққан адамға, оған қатысы болмаса да өзі жаққан оттың ұшқыны тиіп кетсе, ондай адамның обалы жоқ. Аштық жайлаған жерде заңды ешкім сыйламайды, заң сыйланбаған жерде ашаршылық тамыры жаяды. Майда шүйде шығындардан сақ болыңыз. Өйткені кішкентай ғана санлаудың өзі үлкен кемені суға кетіріп тынады. Дұшпанына қарызға ақша берсен, өзіне жаңа дос табасын. Ал досына қарызға ақша берсен, оны жоғалттым дей бер. Бақытты болудың 2 жолы бар: алғын келген заттардан өзіңді тыю, немесе көп ақша табу. Егер дана болсан, осы 2-ін де бірге алып жүре аласың. Ол өзіне байланысты. Біліңіз, білімге құйылған қаражат өзіңізге 2 есе көп болып оралады. Қонақ та балық секілді 3 күннен кейін иісі шыға бастайды. Қызды сынап көргің келсе, оны құрбыларының көзінше мақтап көр. Соғыс дегеніміз биліктің сен үшін кімнің жаман екенін таңдап беруі. Ал революция дегеніміз оның бәрін өзіңнің шешуін. Бірге өмір сүруге тура келетін адаммен ұрса беру нағыз ақымақтық. Өткенді қайтарудың ең жақсы әдісі басынан өткеннің бәрін қайта көз алдына елестету. Не адам қызығып оқитын кітап жазыңыз, немесе кітап жазуға арқау боларлықтай өмір сүріңіз. Үйленерден алдын көзін аш, немесе үйленгеннен кейін өмір бақи көзінді жұмып жүруіне тура келеді. Дос таңдауға да, оны ауыстыруға да асықпаңыз.
Ешкімнің жамандығын сынамаңыз, бірақ сол адамның жақсы жағын айтуға асығыңыз. Түзетуге болмайтын нәрсеге қайғырмаңыз. Уақыт ақшадан құралады. Сағынбаған қонақтан құтылғыңыз келсе, оған қарызға ақша беріңіз. Өзіне керексіз нәрсені сатып алудан өз-өзіңді тыймасаң, жақын арада өзің үшін қымбат затынды сатуына мәжбүр боласың. Аз сөйлеңіз, көп істеңіз. Сөз сіздің ақылыңызды білдіреді, ал істеген әрекетіңіз адамдығыңызды көрсетеді. Балаңызды алдымен тыңдауға үйретіңіз, қалғанының бәрі кейін. Таңқалардан алдын қалтаңызға қарап қойыңыз. Ерте ұйықтап, ерте тұру адамды дені сау, ақылды және бай етеді. Өмірдің трагедиясы сол. Адамдар жастайынан ерте қартайып, әбден кеш болғанда ақыл кіреді. Шыдамдылық пен сабырлық адам бойындағы ең ұлы қасиет. Осындай қабілетке ие адамдар нені қаласа соған қол жеткізе алады. Әйел кітап, еркек оны оқушы. Көбі ләззат сатып алып жатырмыз деп ойлап, өздерін соған құлдыққа салады. Сылтау айтуға шебер адамның басқа нәрсеге шебер болуы екі талай. Кішігірім кемшіліктерге назар аудармаңыз, есте сақтаңыз. Сізде одан да үлкендері бар. Дарыныңызды жасырмаңыз, олар сізге пайдалану үшін берілген. Адам жегенімен емес, қорқытқанымен өмір сүреді. Бұл денеге де, ақылға да тиісті нәрсе. Жалқаудың баяу жүретіні сонша, оны кедейлік оңай қуып жетеді. Өз жағдайына қанағаттану үшін, оны одан да нашар жағдаймен салыстыру керек. Сіздермен бірге болған даналық сөздер арнасы. Лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Қош сау болыңыз.